Сәлем достар, сіздермен бірге Білім Explorer. Бүгін біз физика және химия бірлесіп эксперимент жасаймыз. Четен мырза, мына бутылканы қысып көріңізші. Қатты қысып көріңіз. Көріп тұрғандарыңыздай, қолмен қысу бұны қиын. Ал қазір мен мына бутылканың ішіне этил спирті қойып күйдірем. Жаңа ғана қолмен қысалмаған бутылканы қазір не қысып тұр? Әрине ол ауаның қысымы. Негізінен ауаның қысымы өте үлкен. Ауаның қысымы 1 см квадрат ауданға 1 кг салмақпен әсер етеді. Ол дегеніміз пілдің столдың үстінде тұрған сияқты. Сырттaki ауа мына бутылканы неге қысты? Себебі этил спирт мен оттегі реакцияға кіргенден кейін бутылканың ішіндегі ауа шығып кетті. Ауа шыққанына байланысты қысым да азайды. Сол үшін сырттaki қысым мына бутылканы қысты. Ауаның қысымы өте күшті екенін көрдіңіздер. Ал енді сіздерге сұрақ. Ауа қысымы осындай күшті болса, онда адамдар қалай езіліп қалмайды? Алғашқы нақты әрі толық жауап тапқанға сыйлығымыз дайын. Рахмет, келесі кездескенше.